Отар ауылында жаңа вокзал бой көтереді. Құрылысы жүріп жатқан ғимаратпен бүгін билік өкілдері танысып қайтты. Анығырақ аймақтағы әріптестің бейне материалында. 70 жылдан аса тарихы бар бұл бекет бүгінге дейін міндетін мінсіз атқарды. Дегенмен уақыт талабы, заман ағымы аймаққа жаңа ғимараттың қажет екенін көрсеткендей. Келімді кетімді кісінің аттанар станциясындағы нысанның құрылысы осылайша былтыр мамырда басталып кетті. Бұрынғы ескі 1955 жылы соғылған темір жол арзанды өздеріңіз көргенде кішкентай көрініп тұр. Соның орнына қазіргі 100 жылдан кейін 100 жылға жуық орындалмаған Қазақстан Республикасының президентінің тапсырмасы бойынша барлық Қазақстанда жүріп жатқан құрылыстар. Ауданға арнайы сапармен келген Жамбыл облысы әкімінің орынбасары Нұржан Календеров аталған нысанды аралап құрылыс барысымен танысты. Қазір мұндағы жұмыс 30%-ға аяқталған. Ал ғимараттың негізгі бөлігіндегі жөндеу біткен соң айналаны абаттандыру басталады. Айта кету керек, әзірге құрылысты 28 адам, 3 техника жүргізіп жатыр. Ауқым кеңейгенде маман саны да артады дейді мердігер ұйымның басшысы. Түгелі проекті жоба бойынша бізде сметалық жобамыз госэкспертиза берілді. Осы айдың аяғына 1 шілдеге дейін экспертизадан шықса, толық проект бойынша осы алдындағы абаттандырылып, көгалдандырып, барлық жұмыстары орындалады. Былтыр жаз шыға басталған құрылыс жоспарға сүйенсек, биыл желтоқсанға дейін бітуі керек. Қоса кетейік, нысандағы жұмыстың қыр-сырын көрген облыс әкімінің бірінші орынбасары құрылысқа қатысты бірқатар тапсырма берді. Ал атқарылар іс жүзеге асуы тиіс жоба әлі де көп деген аудан әкімі Бекзат Болатбеков, бастысы сапа дегенді алға тартады. Мадина Оққа, Серкебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.